Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсеннұр. Бүгін сіздермен қазақ тілін тез үйренудің 4 жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Қазақ тілін тез үйренудің бірінші жолы қайталау. Жаңа жатталған сөздер мен ұғымдарды есте сақтап қалудың негізгі кепілі қайталау. Белгілі бір уақыт өткен сайын сөздерді еске алып тұру керек. Оларды пайдаланбаса ұмытылады. Екінші жолы ұйқы алдында оқыңыз. Жаңа тілді үйрену көп көлемде жаңа ақпаратты есте сақтау мен түсінуден тұрады. Мысалы, грамматикалық ережелерді мысалдармен түсініп, оларды пайдалана алу керек. Ұйқы алдында жатталған сөздер басқа кездегіге қарағанда тез жатталады. Үшінші жолы тек тілді ғана емес, контентті оқыңыз. Тілді оқу барысында сол тілден пайдалы ақпараттарды оқу керек. Қызықты материалдар тілге деген қызығушылықты арттыра түседі. Біздің миымыз бір уақытта көп ақпаратты қабылдай алмайды. Сол себепті оны бөліп берген дұрыс. Бос уақытта сол тілдегі шығарманы тыңдау тілдің құрылымы мен сөйлеуді түсінуге жақсы құрал болып табылады. Төртінші жолы ескі мен жаңаны араластыр. Оқу керек материал көлемі өте көп. Сол себепті тілді тез оқуға тырысамыз. Осындай асығыстық кезінде ескі ақпарат ұмытылып қалып жатады. Мұны болдырмау үшін ескі, өткен ақпараттарды жаңа алынған біліммен араластырып отыру қажет. Сонда жаңа тілді оқу үрдісі жылдамырақ жүреді. Сіздермен болған Әсеннұр. Аяғына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.